Сатқындық не болды сонымен? Сатқындықты қатты іздеген келе отса гуглға жазып көресің де егіш деп шыққан ба. Тұрақтылық деген қалай түсінесің жалпы махаббатқа? Ой, сен де бір как будто тұрақтылық деген қалай түсінесің, ананы қалай түсінесің, мынаны қалай түсінесің десең көп қойып қоя бересің ғой. Не болса да майраға сезім шынайы. Жоқ, айтып отырмын да, мыналар қайтадан қозғайды кішкентай балаға ұқсап. Енді махаббат деген не сен үшін? Сатқындық деген не сен үшін? Онда сенің ойыңша нені қозғау керек қатысуға? Жоқ, мысалы да сатқындық деген не деймін айтамын. Сен осылай сатқындық жасадың, сол дұрыс па деп айтсын. Сатқындық не дегенше андай, как будто менің аузымнан бір өздеріне керекті сөзді ыңғайлы тапқысы келіп жатыр. Иә, білемін мен сондай жаман адаммын. Иә, жаман адаммын, жамандап отқан шығар. Түсінбейді оны ешкім. Майра, бағана Ботаның сөзіне не айтасың жалпы? Сөзінде жаны бар ма? Ондай болуы мүмкін бе жалпы? Жоқ, әрине енді уақыт көрсетеді енді. Мен осылай ортада отырмас едім ғой өзімді. Осы қаншама ауыр сөздер естіп жатырмын. Бірақ мен енді 2 жастың ортасына түстім деп өзімді кінәлайтын едім. Барлығын қазбаласам, негізі біздің ортамызға сол Галина түсіп тұр ғой. Болып жатқан ситуацияға ешкімге ренішім жоқ. Болып жатқан жағдайда ешкімге ренішім жоқ. Ренішім бар. Кімге? Қатысушыларға. Неге? Неге? Енді мені кінәлап жатыр ғой. Ассалаумағалейкум, НТК арнасындағы сезім бағы жобасының тұрақты көрермендер, қалдарыңыз қалай? Өзің қалай жалпы? Не айтасың болып жатқан ситуацияда? Бұл жерде бар ғой, бір жағынан Бот айтқан секілді, бір үшеуі бірігіп ойнап жатқан секілді. Бір жағынан бір шикілік бар дейсің ғой. Бір шикілік бар. Бізді ақымақ қылып жүрген сияқты болар ше. Бірақ кім ақымақ қылды? Үшеуі де ақымақ қылуы мүмкін. Bir жағынан Гаринаның жақта жылап отқаны бар. Бұл жерде Майра 2 жастың ортасына түсіп, мен білетін Майра ондай секілді емес еді негізінде. Бірақ ана Майра бір сөзін айтып қалды. 2 жастың ортасына Галина түсті. 2 жастың ортасына Майра білмеймін, кей кезде бір жас қыздың бір кейпін танытып кете ма, бір өтірік, мынандай өтірік бүйтіп не істеп кетеді. Бексұлтан да сондай, екеуі де сондай отыр қазірше. Мүмкін махаббаттан бастары айналып жүрген шығар. Махаббат көріп тұрған жоқпын, көздерінен ше. Көздерінен махаббат көрінеді ғой, ашық адамдардың. Нұрлан, досың жайлы не айтасың? Бүйтіп бір жағынан қарасам, бәйбіше енді тоқалықты ақ қолтақ дейді ғой, бәрін ала беретін сияқты бекші. Жанына жақын алып, бірақ оған қыздар келсе ме, келіспейді. Просто Галина мына ситуация ше, обидно ғой. Сөйлесіп жүрген жігіті басқа қызбен сөйлесіп келеді. Галинаға обидно ма? Бірақ бағана Ботаның сөзі рас болатын болса, Майраға обидно болып қалады. Негізі Ботаның да сөздерінің астарына жан бар сияқты негізі. Безобидный девушка ғой. Алданып қала береді ше, көңілі ақ. Ол жағы да бар негізі. Но дұрыс емес бұл әрекет. Бұндай мысалдар болмау керек. Мүлде. Жалпы өзің махаббатқа тұрақтысың ба? Ау? Өзің жалпы махаббатқа тұрақтысың ба? Жоқ, мен де тұрақсыз. Досыңды көрсек, сен кім екенін айтамын дейді ғой. Мен Аминаны жақсы көремін. Яна сонда сенің айтуыңша Бексұлтан мен Айтолқын сыртта махаббат құрды ма? Махаббат құрған жоқ. Айтолқын тарапынан ешқандай ештеңе болған жоқ. Айтолқын нүктесін қойып тастаған, бірақ Бекштің тарапынан Айтолқынға деген бір сезімдер, бір тартылыстар болған. Айтолқынның тарапынан емес, Бекштің тарапынан болды. Себебі Бекштің махаббаты 1,5-2 аптаға ғана созыла ма? Соған таңғалып отырмыз ғой, 1 аптаға ғана созылатыны. Өйткені Айтолқынды киноға шақырып, парный киім беріп жүрген. Иә, жасыл талшыққа берген. Иә, соны беріп жүрген болатын. Ал бірақ Айтолқын сол уақытта нүктесін қойып тастаған. Өмірінде осындай жігіттің шынайы бет-бейнесі ашылған үшін. Шынайы бет-бейнесі ашылған үшін өте қуаныштымын. Майраны тоже жалко ее, просто Бекш бәрін туда-сюда играется, ойнап жүр. Бекштің шынайы сезімі кімге бар? Ешкімге жоқ, негізі ешкімге жоқ. Просто екеуімен де ойнап жүр деп ойлаймын. Мен ана бірінші күндегідей айтқанымда қалам негізі. Дешевый хайп дейді, еще дешевый, егер де сөз салатын болса, самый низкий не болады, сөз салу болады. Ол сөз салуға Галина келсе, вообще дейсің. Мүмкін сыртта уже көндіріп алған шығар, білмейміз ғой. Отырса кәдімгідей жай барақат қой.